Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осылай духовкада сочный болып шығатын дәл осындай банкада дымляма тамағын жасайтын боламыз. Видео қызық болса соңына дейін қарап, жоғалтылмасын каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттеріміз етіміз, картоп, пияз, сәбіз және 40 қабат капустамыз, сұйық май, тұз, қара бұрыш, зіреміз қажет болады. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді және болгар, помидор қоссаңыздар болады. Дәл осылай банкада 2 литрлік банкіден мен 2 жасадым, себебі 1,5 литрлік банкіге сыймады. Дәл осылай бірінші алдын ала етіміздің барлығын жақсылап ірі көлемде видеодағыдай етіп турап дайындап аласыздар. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін үстінен зіремізді, қара бұрышымызды, паприкамызды, тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, кішкене маринадтап, тұздары сіңу үшін бетін жауып қойып қоятын боламыз. Оған дейін пияздарымызды, капустамызды, картопты және сәбіз барлық заттарымызды турап дайындап алатын боламыз. Достар, банкам жарылып қалады ма деп қорықпаңыздар, ешқандай жарылмайды. Мен сіздерге өзімнің пісіру техникаммен видеоның соңына қарай бөлісетін боламын. Барлығын осылай турап дайындап алғаннан кейін жуып тазаланған банкамызға астына сұйық майымызды құйып, оның үстінен капустамызды, одан кейін оның үстінен пиязымызды және сәбіз, картоп және тұздалған жаңағы дайындап алған етімізді, маринадталған етімізді салып алатын боламыз. Достар, керекті заттардың барлығын қанша мөлшерде салдым, барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай сәбіз, картоптарымызды және етімізді салып алғаннан кейін үстінен қайтадан аздап пиязымызды және капустамызды салып, бетіне тағы да өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Мен зіре, қара бұрыш, тұз және паприка соларды салып алдым достар. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Және өз қалауларыңыз бойынша тағы да қатты сулы болсын дейтін болсаңыздар, помидор не болмаса болгарский солайынан салсаңыздар болады банкаларыңызға сыйдырып. Дәл осылай бетінен тағы да етіміздің үстінен пиязымызды, капустамызды салып, дәмдеуішімізді салып, бетіне фольга қағазымен банкамыздың аузын жақсылап нығыздап жауып алатын боламыз. Банкам жарылып қалады, не қылады деп қатты қорқатын болсаңыздар, жарты бокалдай су құйсаңыздар да болады. Мен су құймай дәл осылай бетіне фольга қағазын жауып, жақсылап нығыздап жауып алдым. Енді осы дайын болған банкадағы дымлямамызды алдын ала листімізге 2-3 сығымдай тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен барлық жеріне бірдей етіп жайып алатын боламыз. Барлық жеріне жайып алғаннан кейін банкаларымызды осының үстіне қойып, енді біздің пісіруіміз пешті ешқандай да алдын ала қыздырмайсыздар. Қызбаған пешімізге салып, 180 градуста 1,5 сағатта пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте сулы, сочный болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай банка жарылмай, өте дәмді болып шықты. Достар, егер де рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Өз қалауларыңыз бойынша укроп сеуіп, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.